Тарихтағы ең жауыз адамдар кімдер? Тарихта адамзатқа үлкен қайғы қасірет әкелген жауыз адамдар аз емес. Олардың әрекеттері миллиондаған адамдардың өмірін қиып, әлемге ауыр із қалдырды. Міне солардың кейбірі. Адольф Гитлер, Германияның фашистік көшбасшысы, Екінші дүниежүзілік соғыс пен Холокост үшін тікелей жауапты адам. Билікте 11 жыл отырған. Гитлердің басқаруымен 6 миллионнан астам еврей мен басқа да этникалық және саяси топтардың өкілдері концлагерлерде қырылды. Оның әскери және идеологиялық агрессиясы әлемді үлкен соғысқа ұшыратты. Ол өзін өзі өлтірген. Иосиф Сталин Кеңес одағын басқарған кезде Сталин репрессиялар мен жаппай қуғын сүргіндер ұйымдастырды. Оның басшылығымен үлкен террор жылдарында миллиондаған кеңес азаматтары өлім жазасына кесілді, немесе еңбек лагерлеріне айдалды. Сондай-ақ Сталиннің әрекеттері 1930 жылдардағы аштықты тудырып, миллиондаған адамның өліміне себеп болды. Ол жүрек дертінен қайтыс болған. Мао Цзэдун Қытай Халық Республикасының негізін қалаушысы және коммунистік көшбасшысы. Билікте 34 жыл отырған. Оның ұлы секіріс және мәдени революция атты реформалары мен саясаттары 45-тен 75 миллионға жуық адамды аштықтан, аурудан немесе саяси қуғын сүргіннен қаза болуына алып келді. Жүрек дертінен көз жұмған. Пол Пот Камбоджаның Қызыл Хмерлер коммунистік қозғалысының көшбасшысы. Оның басшылығымен 1975-1979 жылдар аралығында елде геноцид жүзеге асырылып, 1,5-2 миллионға жуық адам қайтыс болды. Влад Цепеш Дракула Румынияның Валахия аймағының князі болған. Тарихта өзінің қатыгез әдістермен есте қалған. Ол жауларын, сатқындарды және өзіне қарсы шыққандарды тірідей қазыққа отырғызып өлтіретіндігімен танымал болған. Аугусто Пиночет Чилидің диктаторы. Оның билігі кезінде мыңдаған адамдар саяси көзқарастары үшін қуғын сүргінге ұшырап, қинауларға түсіп өлтірілген. Чан Кайши Қытай билікте 18 жыл отырған. 10 миллион адамның өліміне себепші, бүйрегі істемей қалуы салдарынан көз жұмған. Хирохито Жапония билікте 68 жыл отырған. 6 миллион адамның өліміне себепші болған. Владимир Ленин КСРО билікте 7 жыл отырған. Азаматтық соғыста 4 миллион адамның өліміне себепші болған. Миына қан кетіп өлген. Хидэки Тудзио Жапония билікте 3 жыл отырған. Азаматтық соғыста 4 миллион адамның өліміне себепші болған. Дарға асу жазасына кесілген. Бұл тұлғалар тарихта жауыздықтар мен қатыгездіктермен есте қалды. Олардың әрекеттері миллиондаған адамның өмірін қиып, әлем тарихында ауыр із қалдырды.